Бізде жиһаз жасау жалғасуда, және біз ас үй зонасына көштік. Так, диванды в принципе бітірдік. Холодильник ар жақта тұрады. Енді мынау жерге кухонныйды жасау керек. Және де мынау бір стенасын былай толықтай төбеге дейін көтерем. Мынау жерге нелер кетеді. Қалайды, полочкалар сондай. Осындай міне лекала істеуге картон алдым. Осымен істейміз. Бұл міне ас үй блогы. Мынау ортасындағы перегородка. Екіге бөлетін тігінен. Мынау екі жақ қабырғасы. Оны осылай мінекей алдын ала дрельмен тиісіп, мынау саморездің шляпкасына арнап кеңейттім. Мынау бүкілі міне тесілген, ағашты жарып жермесін деп. Бірақ сәл ортаға қарай кетіп қойыпты. Көреміз енді. Көп алып қойыптым. Шым осылай міне. Қазір мұнаның бәрін нетем, пропитка лакпен қаптаймын. Мінекей гаражда пропиткамен өңдеп жатырмын, былай бәрін шешіп. Бір слой жақтым. Көріп тұрғаныңыздай айырмашылық бар, иә. Мынау ақ түсті, міне үсті ақ. Біз негізі көзге көрінетін тегістіктерді ақ қылғымыз келді. Өйткені қоңыр түс онсыз да көп. Столешница қоңыр болады, пол қоңыр, сосын диванның сталы қоңыр. Қалған бөліктері осындай ақшыл болады. И контраст үшін көреміз енді қалай болатын. Мына бір слой жақтым. Енді ертеңге дейін кебу керек. Ас үйімізге тест. Бұл бізде раковина болады. Осыдан раковина жасаймыз. Бер жағын қиып. Мынау кран. Так. Ничего. Наход жасы. Оп. Хоп. Та-дам! Прикольно. Можно ее куда-нибудь поставить, да? Да. Солнышко. Смотрим. 4. Чуть-чуть. Да, я надо производить. Так, міне кеше осымен айналыстық. Раковинаға арналған тесік жасадық. Және хопа, раковинаның өзі. Так, бер жақ бұрышқа несі қойылады, помпасы. Жақсы, кішкентай раковина. Мына жерде тесік жасап, енді несін шығарам, құбырларын. Бер жақта тамақ, не, мынау. Кухонныйымыз бір 85%-ға бітті деуге болады, Иә. Қазір мынау сөрелерін бекітемін. Содан кейін не қалады? Мынау раковинаны бекіту, тесу.
Помпа орнату және есік орнату қалады. Бер жаққа еще тағы бір екі сөре қаламыз. Опять. Есіктерді сдвижной қылып жасадым, және де оларды осындай магазиннан декор панельді бекітетін профиль, пластикалық профиль алдым да, екеуін біріктіріп жабыстырып қойдым. Және осылай қып жасап қойдым. Енді әзірше өз функциясын атқарады. Кейін қалай болатын, не жасайтынымызды көреміз. Ой, сәл анда бөгет болып тұр ғой. Үшін кейін мұнаны басқаша қып жасайтын шығармыз. Сөйткені бер жақ есікке андай раскладной стол орнатылады шығар. Мінеки бұл ыдысты тесіп, осындай слив орнаттым. Енді бұл бұлай тұрады бер жақта. Хоппана. Әдемі. Клейға отырғызып қойдым. Осылай болады. Өзінің осы помпаның шлангы қысқа болған соң, Каспийден 6 миллиметрлік ішкі диаметрі осындай шланг заказ бердім, 2 метр. Қазір осыны орнатамыз. Примерно осы жерден кесеміз. Ішетін судың қақпағында осындай тесік жасадым. Опана. В общем, система былай болды. Прямой кетіп отырады. Қатты ауа сормау керек ау деймін. Тесігі бар ғой. Если че тағы бір кішкентай тесік жасап жіберемін. Мынаны неге саморезға отырғызу керек, ашылып қалмау үшін. Және ішінде бекіту керек па, жоқ па білмеймін әлі. Так, мен былай жасағым келген еді. Мында міне жаңағы 50-лік трубаны клейлеп қойдым. И осылай міне плотно қосылсын деп. Бірақ мынаның иілімі тым қатты болып тұрды. И су дұрыс кетпейді, прямой қылу керек. Так, мінеки біздің жүйеміз жұмыс істеді. Су, жаман су мынау канистрға кетеді. Таза су мынау канистрдан келеді. Мынаны клейлеп қойдым. Раковина істеп тұр. Рапор жаман емес. Сәл бұрып қойсақ та болады. Так что? Бер жақта бізде азық түлік салатын сөрелер 3 деңгейге бөлдім. Енді мұнда не тұратын кейін Карина өзі шешеді. Автоүй жасау жалғасып жатыр. Қазір біз киім салатын шкаф жасап жатырмыз. Неке осындай қораптан мен формасын жасап алдым. Оны енді фанераға түсіріп қазір кесеміз. Таким образом Даулет делает макет. Так, мінеки, мынау кескен қабырғамыз жақсы кірді. Размері бәрі міне идеальный болып тұр.
Енді екінші қабырғасын жасап, бер жақ перегородкасын қою керек. Біз міне каркас жасап жатырмыз. Мынау полкалар тұратын орын. Енді мысалы шуруп салмай тұрып, біз алдымен осындай кішкене сверломен тесеміз, сосын шуруп саламыз. Мінекей тесіктер тұр, жарық жермеу үшін. Шкаф не сломай. Так, что упирается? Мен 2 сағат дүкенде жоғалып кеткенде Карина мінекей барлығын шкурить етіп жатыр. Теряться. Должна теряться. Примерка жасап жатырмыз. Помочь? Байқаш. Аккуратно. Әзер дегендей орнына тұрды. Симпатичный свет. Күшті болды. Уют. Сняли полочку істейміз. Маған ұнап тұр. Та-дам! Полная примерка расчесывай. Холодильник орнына қойдық. Енді шкаф ашылады. Идеально ашылады. Короче, верхнюю полочку мы разделили на 2, потому что она не залазит. Так. Давай. Тупо просто поставить. Шкафты бекітіп жатырмын. Мынау жерде ескі диванның закладной болттары бар. Соған салып отырмын. Бер жақта міне 2 мынандай болт сквозной, ар жақ жәшікке тіркедім. Так. Ақырындап ішінде вид пайда болды. Мынау штор тартылады. Может, күңгірттенеді, әйнектер білмеймін. Так, холодильникті жан жақтан осындай міне поролонмен бекітіп қойдым амортизация үшін, және соғылмау үшін. Жақсы тұр. Хоп. Үйде көп тұрып қалғанның бір белгісі. Желмаяның ішінде өрмекші несін торын тығып қойып тұрады. Көріне ме? Азыр жоқ. Так, мынау шкаф міне тұр, киім шкафы, ал әрбір киім шкафта айна болу керек, Кеше фикс прайстан осындай айна алдық.
осыны мында жабыстыратын шығармыз енді. Достар, бұл еркін қазақ саяхат туралы қазақша блог. Бүгін сендер ас, үй және шкафты жасағанымызды көрдіңіз. Келесі жолы автоүйге автономканы, яғни дизельді пешті орнатуды көресіз, және орталық консоль жасағанды көресіз. Біздің арнамызға тіркеліп қойыңыз, Instagram, TikTok парақшаларыма тіркеліп қойыңыз. Алда осы автоүймен қызықты саяхаттар болады.